Сәлем. Осы байқайсыздар ма? Мына әйелдер, келіншектер, жаңағы қыздар мына кірпіктерін тушпен бояғанда постоянно ауыздарын ашып отырады екен. Міне былай. Иә. Байқайтын болсаңдар, или болса осы видеодан кейін жайлап барып байқаған болсаңдар, астына комментарий жазып кетіңдер. Мен өзім жаңағы әйеліммен бірге таңертең жұмысқа дайындаламыз. И әйелім боянып отыр, и мен жақында қасынан өтіп баратында, что-то байқап қалдым, қарасам, әйелім көзін бояп отыр бүйтіп. Жақсы деп мән бермей өтіп кеттім. Екінші күні тоже такой ситуация болды. И әйеліме бір көзім түсіп кетті, қарасам, бүйтіп отыр. Енді екі рет сөйткесін, енді үшіншісінде уже қызық. Таңертең шайымды ішіп отырдым да, барып қарайыншы, бұл не зат сонда, неге аузын ашып отыр деп, кетіп баратырмын, и жолдан кетіп ойлап баратырмын, ана комнатаға барғанша. Аузын ашам екен, аузын жабам екен, ашам екен, жабам екен. Өз-өзімнен ішіммен спорласып баратырмын ғой. И бір кезде жайлап барып сол комнатаға кірдім, бірдеме іздеген сияқты болып жайлап қараймын әйелімді. Қарасам, опять-таки бүйтіп отыр ғой. Аузын ашып, көзін бояп отыр, кірпігін. Сосын бұл вообще маған қызық болып кетті негізі. Мен өзім кәдімгідей ойлап жүрмін, бұл неге бұлай аузын ашты екен? Мына туштан ба екен, жаңағы неден болды екен деп. И кешке жұмыстан келдік, жұмыстан келгесін үйдің қасында магазин бар еді. Бәрін сатады ана магазинда. Содан барып новый туш алдым. Әйеліме келіп, мынау саған подарок дедім. Әйелім шошып кетті. Не болды? Бірдеңе білдірдің ба деді. Жоқ, нормально, саған подарок, көптен подарок берген жоқпын ғой. Жағып көрші, ал тушпен бояп көрші кірпігін. Қазір ма? Қазір бояп көрші. Жақсы, қарайын деді, ашты да, деді. Опять-таки, аузын ашып. Бұл кәдімгідей, өзім кәдімгі эксперимент жасап жүрмін ғой. Әйелім дым білмейді, өзімен өзі жүр ғой енді. Мен әйелімнің сыртынан жаңағы аузын неге жат деген бір ойменен кәдімгі эксперимент жасап жүрмін. Сосын сыртқа шығып кеттім. Неге ашады екен бұл аузын, неге ашады екен деп ойлап жүрмін. И жаңағы көрші жүр екен ауласында, көрші өзінің ауласында огородта жүр. Көршіні шақырып алдым, айтам, мындайш, сен не бүйтіп көрші, әйелің жаңағы көзін бояйды ғой, кірпіктерін. Сол кезде қараш, аузын аша ма, ашпай ма екен. Бұл не тағы? Айтам, просто қараш, аузын аша ма, ашпай ма екен, айтарсың маған деді. Жақсы деп, екінші күні кездестік, екінші күні айтып, айтуың дұрыс екен. Менің әйелімде кірпігін бояғанда аузын ашады. Содан кейін, эксперимент қой, енді эксперимент бұл не екен деп жүрдім. Содан кешке жұмыстан, екінші күні тағы бір жұмыстан келе жатсам, есіктің алдында, менің есігімнің алдында емес, көше бойында, қарама-қарсы тұратын екі сосед әңгіме айтып тұр. И мен қасына бардым, жақындап, қалайсыңдар десем, олар айтады маған, саған бірдеме айтайын ба? Бүгін үйіңе барасың ғой. Үйіңе барғанда қараш, әйелің деген көзін бояғанда аузын ашама дейді, маған ана екеуі дейді. Қойыңдар, тастаңдар, бұл пройденный этап. Деп жатыр едім, бір кезде ана магазиннан продавец шығып, үйіне қарай кетіп жатыр екен, тоже бізге келіп көрісіп жатыр. Сосын маған айтады, жігіттер, не болып кетті бүгін? Бүгін айнала көршілердің бәрі туш алып кетті ғой, қайта-қайта. Бүгін целый день 8 туш сатып жібердім. Мына қазір май айында масалар көп, масалар. Бұлай енді жақсы, күн ыссы да емес, салқын да емес, бірақ енді масалары шыдатпайды. Кей кезде әйеліңмен айқайласып шығып кетесің ғой сыртқа. Сыртқа шығып кетсең, сыртта масалар қан сорады. Ішке кірейін десең, іште үлкен маса қан сорады. Кей кезде осы май күндері қайда баратынын білмей қаласың сондай кезде. Масаның бір жақсы көретін жерім, масалардың жақсы көретін жерім. Маса шағады ғой, қолыңды бір жеріңді шағып кетеді ғой. И шаққаннан кейінгі бүйтіп қасыйсың ғой. Сол кезде деген рахат қой, кайф. Кім осындайдан кайф алады, тоже жазып беріңіздер комментарийға.
өзім содан кайф аламын кәдімгі масаның шаққанын қасығаннан. Неше түрлі айтқыштар бар ғой енді. Біреу айтады, маса шағып атса, масаны басып өлтіріп сама дейді. Маса шағып, қаның сорып ұшып кетсін дейді. Сол кезде мына жердің шаққан жері қышымайды дейді. Маса жаңа шағып атқанды үстінен басып қалсаң, үстінде инесі қалып қояды да, сен қышиды дейді. Сосын енді мен экспериментті жақсы көретін адам, жаңа басында айтқандай, сыртқа шықтым бір күні. Сыртқа шығып, қолымды жалаң қылып қойып, екі маса как раз келіп қонды. Бір маса кәдімгідей шағып, арты толып жатыр қызылға. Күтіп отырмын, бір кезде толып ұшып кетті өзі. Екінші масада тоже толып қалды почти. Алдым да үстінен басып өлтіріп тастадым ғой. Ана инесі қалып қойды специально. Бір жарты сағаттан кейін қышымай ма енді қызық болып отыр ғой маған. Бір кезде екеуі де қышып бастады ғой. Айтқыштардың айтқаны орындалмай қалды, короче. Экспериментпен дәлелдеп бердім, екеуі де қышитын. Кейбір адамдар болады, кейбір адамдар маса вообще шақпайды. Жаңа көршім бар ғой. Сол көршім постоянно огородта, жаңа немен жүреді. Жалаңаш голый торспен огородында жұмыс жасай береді. Сол мен бір күні сұраймын, жаңа көршіден, осы көрші қалай сені маса шақпайды десем, мен постоянно өзің білесің ғой, под градусым жүремін. Өзі маса біздерге жоламайды. Біздің қанымыз уже алкогольмен араласқан дейтін. Мен айтам, қой, ол мүмкін емес. Қалай маса деген сенің алкоголь ішіп алғанын біліп тұра ма сыртыңнан десем, нанбасаң кел, қарайық. Как раз холодильникта самогон бар еді. Давай кел басып алайық екеуміз. Мен алкогольға көп жоқ адаммын негізі, бірақ енді өздерің жаңа түсінгендей экспериментті жақсы көремін. Сонымен екеуміз отырдық, самогонды айдатып отырдық, голый торс шешіп тастадым. Басында енді масалардың шаққаны білініп жатыр. Самогон ортайғанда уже масалардың шаққаны білінбей кетті. Келіп қонып жатыр әйтеуір. Бірақ уже шағып атқаны білмейді. Уже самогонның түбіне жақындаған кезде маса бар ма, жоқ па, бәрібір болып көрінді. Сөйтіп самогонды бітірдік. Бітіргеннен кейін сол жерде ұйықтап қалғанмын. Бір көзімді ашсам, таң атқан, заведениенің ішінде жатырмын. Көзімді ашсам, қарасам, ауруханада жатырмын. Медсестра келіп айтады, тұрыңыз деп. Мен айтам, не болып қалды? Сізді кеше алып келді. Қандай диагноз? Острая анемия. Эксперимент, короче, не удался. Бүкіл қаным сорып тастаған ғой масаға. Мына сөзге көп жоқ адаммын негізі. Тілек айтады ғой, мына тойларда, туған күндерде сол тілектерден айтқым келмейді, қашам негізі. Любой жерге барғанда айтатын бір тілегім бар. Ал туған күн құтты болсын. Бар жақсылық тілеймін. Ал тойларыңыз құтты болсын енді. Бар жақсылық тілеймін. Құдалықтарыңыз құтты болсын, бар жақсылық болсын. Осы тек. Бірақ енді онлайн тілек айтудың деген мастермын енді мен. Біреуде чатта, WhatsApp'та біреудің туған күні болса тек келемде тек Google'ға кіресіңде, оригиналды тілектердің ішіне кіріп жібересіңде, копировать, вставить. Одан кейін неше түрлі сөздер кетеді. Вау, не деген тілек, не деген сөздер, рахмет, аумин. Абылай офлайн вообще тілектерден қашам негізі. Мына қонақтарға барғанда айналамдағылар енді WhatsApp'тан тілектерімді қарап ойлайды. Мынау деген кәдімгі тілек жақсы айтады деп специально мені соңғы қалдырады, или орталарынан жақсы жерден береді маған постоянно. Тосты. Ал енді сен өзің сөйлеп жібер, ал енді бір қорытындылап жібер деп. Мен ба? Ал жақсы, ал туған күндерің құтты болсын, ал бар жақсылықты тілеймін енді, ал. Қалай енді? Не қалай? Болды? Болды ма? Бәрінің білмеймін, ожиданиесі менен көп, бірақ та менде тек қана беретінім осы. Қазір енді мына жас деген 37-ге келгеннен бері жаңағы бата бересің, кейбір жерлерде үлкені болып қаласың, кәдімгі бата бересің. Сол біреулер айтады, ал енді бір бата бер жібер деп. Батада да бейтіп тұрасында, негізі сен айтшы, сен білесің ғой. Сен үлкенсің ғой, сен айтшы деп.
сосын ал жақсы, онда айтсам айтайын. Ал бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал құтты болсын туған күн. Тек жақсылық болсын ал. Әумин. Сосын ана жерден бір жігіт шығады. Осы ма айтқаның? Бұндай білгенде мен өзім айтатын едім деп. Ондайлар обязательно болады. Тілектерде енді мына тойларда жақсы, енді тойларда көбіне уақыт жетпей жатады. Сосын ал енді біреу сөйлесін, қалғандары қосылады. Ал қосыласыздар ма? Құттықтаймыз. Солай ғой енді. Ал мынандай үйдің ішіндегі туған күндерде онда тілектен қашып құтыла алмайсың енді. Обязательно келеді саған тілек. Тілек жақындаған сайын бір как будто бір үлкен бір ауыр бірдеме келатқан сияқты бүйтіп уже қол аяғың дірілдеп, волноваться етіп бастайсың уже. Ішіңнен ойлап, тілектерді ойлап бастайсың. Так, не айтсам екен? Кезіндегі, жас кезіміздегі бірге жүргенімді айтайын. Так, студент кезіміздегі бірге болған қызықтарды айтайын. Так, жақсы, осыларды айтайын деп отырасың да. Ал енді тілек айтып жібер өзің дегенде. Ал енді Дастан, туған күн құтты болсын. Ал енді бар жақсылық тілеймін ал. Бір үй сататын болып, бір риэлтор келді, әйел адам, бір Дэу Матизбен келді. Олар сол риэлторлар ол сондай машинамен жүретін сияқты постоянно. Келіп үйімді қарап маған айтады, қазір деген простой форматпен жаңағы объявление шығарып қою ол өтпейді. Қазір деген жаңа видео түсіреміз біздер дейді. Өзіміздің Инстаграм парақшамызға саламыз дейді. Бірақ енді мені көріп тұрсың ғой, көзім очки киіп жүрмін, көзім ауырып тұр. Сен өзің каждый комнатты таныстырып айтып шық, мен сені түсіріп алайын полностью. Монтаждап, сосын салып қоямын дейді. Мен айтамын, жақсы онда. Дедім, соны жаңағы каждый комнатты түсірдік. Мен каждый комнатқа кірем. Мынау осындай комнат, мынау осындай, ремонты мынандай. Мынау мына комнат, мынау мына комнат. Содан сыртқа шықтық, ауланы түсірдік. Одан шығып, ауланың сыртына шығып кеттік екеуміз. Кәдімгі анау қасымда мобилограф сияқты бүйтіп жүр. Былай тұр, былай істе деп. Ауланың сыртына шығып кетіп, айтады, ана аяқтан өзің келатқан болды, аулаға кіріп кетесің былай дейді, мен түсіріп тұрам деп. Күн аяз еще, қыс кезі. Сөйтіп, короче, не айтайын, бір сағаттай түсірдік қой видео. Бір сағат түсірдік қой. Даже чердаққа шығып кеттім ғой, чердаққа шығып, чердақтың ішін көрсеттім ғой даже. Содан кейін бәрін түсіріп алғаннан кейін бір сағат есіміз танып кәдімгі ана жерде. Маған айтады, енді ценаң қандай дейді. Мен айтам, 27 миллион. Ол айтады, 27 миллионға мынау өтпейді дейді. Мен айтам, өтпесе де енді қойайық солай десем, өтпейді бұл. Менің өзімнің де бұл жерде интересім бар. 27 миллионға өтпейді, сенің ана жерің мынандай, мына жері мынандай. Мен айтам, сен продавец емессің ғой енді. Қойайық 27 миллионға. Өтсе өтеді, өтпесе өтпейді. Бұлай болмайды. Мен еще оған объявлениеға ақша төлеймін. Сөйтіп екеуміз ерегісіп қалдық ана жерде. Ерегісіп қалдық та, бір кез айтады, қоймаймын мен деді де, алды да бүкіл жаңа түсірген видеоны бәрін удалить етіп тұр. Мәссаған, бір сағаттық еңбек. Алды да шықты да келді. Мен де қалдым. Мен хотя бы айтам, хотя бы жаңа видеоларды тастап кетші мен. Голливудқа, кастингқа жіберіп қойайын. Сөйтіп бір ерегісіп қалғанымыз бар. Ал, жақсы, бүгінше осы. Жазылуға ұмытпаңыздар. Лайк, подписка, бәрі сізден. Жақсы көңілге менен. Сау.